Сәлем достар, hi guys. Бүгінде сіздермен бірге мен ағылшын тілінде бірнеше мағынаға ие етістіктерді талқылағым келеді. Егер де дайын болсаңыздар, take дейтін етістіктен бастайық. Take дейтін етістіктің негізгі мағынасы алу, бірақ оны басқа мағынада қолдануға болады. Егер сіз күнде автобусқа мініп, сабаққа немесе жұмысқа баратын болсаңыз, I take a bus every day деп айтсаңыз болады. Яғни мен күнде автобусқа мінемін. Одан кейінгі мағынасы тамақ ішу, сусын ішу. It's useful to take some water every morning. Күнде таңертеңгілік су ішкен пайдалы. Одан кейінгі етістік keep. Keep дейтін етістіктің негізгі мағынасы сақтау. Мысалы, I keep my money in a bank. Мен ақшамды банкте сақтаймын. Егер де бір нәрсе жасауды жалғастыру деген мағынада сөйлем айтқыңыз келсе, keep деген етістікті қолдануыңызға болады. You should keep learning English. Ағылшын тілін оқуды жалғастырғаның жөн.